Бұл түтінді жібереміз. Түтін не үшін керек? Қараңыздар. Қазір түтінді өтеміз. Көп адамдар ойлайды, түтінді өткен кезде успокоить етеді. Жоқ. Бұл успокоение үшін емес. Түтін деген бұлар үшін табиғи процесте өрт болып жатыр деген. Ал өрт болған кезде аралар бір ұядағы бүкіл балын алады, басқа жаққа қарай көшеді. Қазір бұлар қарындарына бал жинағаннан кейін қарнында бал бар ара шақпайды. Ара гүлден шырынды алады, қарнына құяды. Шыққан шырын, гүлдегі шырын ол бал емес. Ол балдың шикі заты. Алып келеді да қарындағы ферментке араластырады, бөлінген. Сөйтіп мында құятын, қараңыздар мін. Мысалы, мына біреу құйып жатыр араны, көріп тұрсыздар ма? Ұяға құйып жатыр. Көріп отырсыздар ма? Бұл соңғы процесс емес. Құйып болғаннан кейін екінші ара келеді да, оны қайттан сорып алады. Мысалы, мына ара сорып алып жатыр. Сорып алады да қайттан құяды. Не? Мақсат қарнындағы ферментпен шырынды араластыру. Әптен ферментке шырын байды деген кезде бетін осылайынан запечатка жасайды. Көрдіңіздер, мынау мөр. Осы мөрленген ұядағы бал, піскен бал. Сол табиғи және емдік қасиеті бар бал осы достар. Мен сіздерге балды көрсетем. Мен мынаны қазір бұзамын. Сіздер ойымдамаңыздар, оны аралар бір-екі күнде қайттан өздері орнына кетіріп қояды. Міне. Бисмилля. Не деген бал достар? Міне, ойбой, мынау. Жеп жеріңіз. Бисмилля. Не деген дәм достар? Бұл енді бір андай бал бір адамның миына бір бақыт сезімін әкелетін дүниелердің бірі ғой. Именно бақыт сезінесің өзі. Навстряхивайте. Мен достар, енді сіздерге омартаның ішіне саяхат. Жаңа сіздер омартаның сыртынан көрдіңіздер. Иә. Мынау енді ішкі көрінісі. Мынау ұялар. Бірінші этаждан нан битіп суыра қоясың, алып шығасың. Хорошо oldu. Араларды. Осылай осы жерден осылай жұмыс істейді. Мен араларды беспокоить етпей қойын. Бисмилля. Мін кетті. Осылайна мен беті алдым да. Иә, мөрін шешіп отырмыз. Өте дұрыс айттыңыз. Рахат процесстердің бірі омарта ашу үшін соңғы нәтижесі да. Бұны енді біз бәрі ата кәсібіміз емес, қазақша аттары жоқ. Өзімше аударып алдық. Бал көбі. Бал көбіге жаңағы рамкілер салынды. Енді мынаны айналдырамыз. Бисмилля. Қараңыздар. Қазір ана бал көбіде балды жинап алдық қой көбіге. Енді көбіден ағызатын шлангы осы жерде. Именно сүзгілер достар. Бірінші сүзгісі мынау, міне грубый. Екінші сүзгісі мынау. Екі рет өтеді ғой. О, бисмилля. Кетті. Достар, міне. Бірінші? Өзіңіз көріңіз. Иә, омарташының өзі көреді ғой, достар. Міне. Бисмилля. Уақыт болсын. Не деген дәм, достар. Қандай бақытты адамсыздар. Осы бал сіздердің үйлеріңізге барады, дастархандарыңыздан табылады, дәмі сездір. Балдың тазалығын қалай айырамыз? Өте құнды информация. Әне. Сүйек кезінде жай адамға айыру мүмкін емес. Бірден айтайын. Мысалға бейтіп, ұрған кезде шашырамау керек, мынандай непрерывный струйка болу керек дейді ғой, мен үзілмеу керек дейді ғой, ол искусственный балда дәл сондай болады достар. Ол сондай болып кеткен, иә, сондай қылады. Одан кейін балдың үстіне бал түскен кезде мынандай горкі болу керек дейді. Қараңдар, мынаның горкысы жоқ. Искусственный деп айтасың ба мынаны? Искусственный емес. Бұл неге горкысы жоқ? Жаңа ғана ағызылған бал мынау. Енді қалай айырасыздар? Ара гүлден балды, шырынды алған кезде қарыннан өткізеді дедік, ферментация болады дедік. Сол фермент гүлдің шырынына ұйытқы ретінде әсер етеді. Ұйытқы деген не? Сүтке ұйытқыны қоссаң не болады? Ертеңіне айран болады. Бал да тура солай достар. Араның қарнынан өтсе,
міндетті түрде кристалға отыру керек. Бізде шекер болды дейді. Шекерленіп кетті. Мынауың қант қой деп атады ғой. Тура сондай болады. Не құрдым бал қойыланып шекерге отырады, қатты болады. Соғырдым оның сапасы жоғары деген сөз. Түсіндіңіздер ме? Нағыз бал сол. Егер ол арнарының қарынан өтпесе, ол шекерленбейді. Солай ғана айырасыздар. Сұйық кезінде бұны айыра алмайсыздар. Сұйық кезінде тек қана танитын адамдарыңыздан алыңыздар. Бір ара өзінің өмірінде осындай ғана бал береді. Иә, осындай ғана бал береді. Енді қараңыздар, бірақ ол қалай көбейеді? Бір ұяда 50 мың мен 100 мыңның арасында ара болады. Бір ұяда. Енді өздеріңіз есептей беріңіздер. Егер 50 мың дейікші, 50 мың ара мынандай чайный қасықтан бал әкеп тастаса қанша болады? Вот, есептей беріңіздер. В среднем былай ғой, мысалыға бір омарта кем дегенде бір фляг бал береді ғой, за сезон. Кем дегенде. Көп болғанда 3-4 флягқа дейін береді. Егер жаңағыдай жақсы алқап бар тауып алсаң, аралар мощный болса, күшті болса, ұясында көп ара болатын болса, бір фляг деп ала берші, мен 100, мысалы, мына жерде мен 100 омарта. Мына жерде 100 омарта. Арғы жағында тағы 100 омарта тұры. Ол бір семьяның омартасы. Сонда 300 фляг. 300 фляг уже бал жинады. Бір флягтың килограммға бөлетін болсақ, где-то 70 килограмм маңайында. 70 килограммды 100-ге көбейтсең қанша болады? 7 тонна. 7 тонна. 7 тонна 2. 20 тонна бір семья 20 тонна жинап отыр. 20 тонна дегеннен көп қой, аз емес қой. Ол 20 тонна минимум. Ал 3 флягтан алатын болса, сондайға дейін 70 тонна, 100 тоннаға дейін, в общем, жинайды ғой.